Кеш қалыппын, қарағым. Амал қанша өкініштен жанамын. Сен отырсаң басқа жанның қасында, күзетесің басқа жанның қабағын. Сен отырсаң басқа жанның қасында, күзетесің басқа жанның қабағын. Басқа жанның тілін қазір аласың, басқа жанның қызығына қанасың. Босағадан шығарып сап күлімдеп, басқа жанды күнде қарсы аласың. Босағадан шығарып сап күлімдеп, басқа жанды күнде қарсы аласың. Басқа жанмен ойнап күліп жүрсің сен, басқа үшін өмірмен теңсің сен. Білмейсің ғой, білмей-ақ қой қайтейін. Бір жан барым ту сыртыңнан көрсінген. Білмейсің ғой, білмей-ақ қой қайтейін. Бір жан барым ту сыртыңнан көрсінген. Кеш қалыппын, қарағым. Амал қанша өкініштен жанамын. Сен отырсың басқа жанның қасында, күзетесің басқа жанның қабағын. Сен отырсың басқа жанның қасында, күзетесің басқа жанның қабағын. Шешемнің күйеуін көрдіңіздер ме? Көрмей-ақ қойыңыздар. Зарплатасынан басқа қызығатын ештеңесі де жоқ. Анам соған қалай ғана күйеуге шығып жүр екен? Әлде әкем ұрлап әкетті ме? Әйтпесе анамның вкусы быт-шыт емес сияқты. Жүгірмек. Немене? Мына жүгіріп шығып мені жамандап жатсың ба? Жоқ, отец, мақтап жатырмын. Қайда отец? Қазақшалап айт. Қалай? Әкетс деп айт. Дұрыс мақтағаның. Мына болар елдің баласы әкесін мақтайды дейді мен сияқты. Ал тозар елдің баласы шешесін мақтайды дейді. Қойыңызшы, отец. Сіз де анамды мақтап еркелетесіз ғой? Қалай? Күні бойы қатын деп кешке жатар алдында қатеке деп қаласыз ғой? Балам, енді оны өскен көзде түсінесің, баласың ғой. Әке, мен ылғи сізбен мақтанам. Дұрыс, мақтан.
Баяғыда ана жолы бар ғой. Қашан? Түү алдың күні. Сіз Сіз көшеде бір апаймен құшақтасып кетіп бара жатқан кезде, балалардың бәріне мынау менің әкем деп мақтандым. Шешеңе мақтап қойған жоқсың ба? Жоқ. Шешең айтыш болмақтың ба? 500 теңге. Қанша? 500 теңге. Енді 400-ге түсірш, туыспыз ғой. Қойыңыз шәке, базарда тұрған жоқпыз ғой. Айтпақшы, базар демекші 1000 теңге. Неге 1000 теңге ойбай? Мен сізді базарда да бір апаймен көргем. Енді қызықсын, ол апайды мен нәски сатып алдым мен. Қой шәке, әрбір сатып алған нәскиге сүйісіп, расчет жасайсыз ба? Құшақ тасқаннан сүйіскен қымбат болады әке. Болмадың ғой, мә. 800 теңге шешең айтыш болмақтың ба? Жігітпіз ғой. Жігіт болған түріңе болайын. Не әндағы аузындағы? Чупа-чупс. Неге сыртындағы қағазбен сорып барсың? Зато көпке жетеді ғой. Әке, менде мынандай да бар. Енді адағы аузыңа сыймайды ғой, ойбай. Мен оны үлкен болғанда жейм ғой. Сен үлкен болған шығай бақты, одан да мұна мен сияқты үлкендерге бермейсің ба? Әке, не болды ойбай? Мен бағанақ секреттерді бір аптадан кейін мамама айтам. Неге? Берген ақшаң бір аптаға жетеді ғой. Мә, тағы 100 теңге, жасың 100-ге жеткеншен айтыш болмақтың ба? 100 теңгені айта бермейді. Мақұл әке, бірақ сіз бар ғой, сіз жадны екенсіз. Неге? Шешем маған ылғи, әкең айтушы болма деп тұтас 2000 теңге берір ғой. Менде ақша көп, бәрін жинап 2-ші класса көшкенде қатын алам. Қатын деп қойды, шешең қайды өз? Кеше Күлпаш апайдікіне су жаңа спальня гарнитур әкелді деп соны жуғызуға кеткен. Жуғызуға деп қойды. Жаңа емес ол, ескі пружинасын бәрі шығып жатыр. Оны қайдан білесіз? Қалай қайдан білесің? Мен ойдың лампышкасын бұрадым. Қой шәке, осы ауылда сіз лампышка бұрамаған патрон қалмады ғой? Қызықсың, мен бұрамасам кім бұрайды? Электрик кімді білесің ғой? Осы мен болсам, жұмысты кім істейді? Ақшаны кім табады? Сендерді кім асырайды? Арақты кім ішеді? Қашан ішпен арақты? Өткен жолы ішіп алып машинаны қатты айдағанда жүрегіміз түк деп қатты соғып қорыққанбыз. Құдайға шүкір, машинаны бір жерде айдап жүрген жоқпыз. Арақтыра бірінші демес. Еңкеш бір. Қашын, неше рет айтамын саған, әкеңмен тайталаспа деп, Бекер еңкейіппін. Басым айгөлек ойнағандай айналып кетті ғой. Қалай? Бұлай. Неге үлкендермен жағаласасың? Өзіңіз ғой үлкендердің сұрағанда жауап беріп отыр дейтін. Сен одан да сабағың сол жауап бермейсің ба? Жауап беріп жүрм. Бағана бір мектептен бір қыз хат әкелді, Құдай біледі, ана мектеп директоры шақыртып жатыр ғой деймін. Қой көзі қыз ба? Қайда кетті қыз? Қойдыкіндей. Көрсетем мен ол қызға хат тасығанды. Мен ертең оны ұрып ұлғы жіберейін. Ол болады. Күйге тимеген қыз ғой әлі. Оның жөндегі мені хат тоқиық. Немене мұғалімдердің жазулары дәрігерліктің деп өткені, түсініксіз. Құрметті ата-аналар дейді. Ұлдарыңыздың қарқыны жаман емес. Сабақты ден қойып тыңдайды. Білімді оқушы. Әкесіне тартпаған дейді. Мынауың не дейді? Мынауың точно мектепте ме? Мектепте жазылған, мектепте. Соңғы кездері ұлдарыңыз сабақтан ба, әлде басқа бір себептерден бе жүдеп бара жатыр дейді. Мынауың жүдеп кетті ғой. Сондықтан балаңызға ұрыса бермей, төргі бөлмедегі сандықтағы сары матаға оралған кәмпиттен көбірек беріңіз дей. Сандықтағы кәмпитті қайдан біледі? Оқыған ғой. Оқыған елке дауа жоқ деген рас екен ғой. Тағы не дейді? Жегісі келмесе күшпен жегіз дейді, ой Алла. Дұрыс айтады. Ал сабағына келсек, осы 90-да велосипед әперсеңіздер, 5-ке бітіретін түрім бар. Балаңыздың отличник болуына тілектеспін, құрметпен мектеп ұжымы. Мынаны жазған жазушы сен ғой, Мен емес. Қалай сен емес? Міне, 5-ке бітіретін түрім бар депсің ғой, Қап! Түрімді жазбай қой көрге танып қойды ғой.
Сен мынандайыңды қой қарағым. Сен ана шешеңді тыңдамайды екенсің ғой, а? Кім айтты? Кім айтты өткенде сені дүкенге нанға жіберген кезде бармапсың ғой? Нұрбектің атешінен қорқам деп. Кім айтты? Қайдағы бір атештен қорқып? Шіреген жұмыртқан емес ол. Әке, мен сенің жұмыртқаңмын. А? Ей, еркек емессің бе? Қайдағы бір атештен қорқып? Сүндет өлгенсің. Әке, мен сүндет өлгенмін, еркекпін, а? Әке, сіз еркек емессіз бе? Кім айтты? Жоқсыз ғой. Ей, еркектің жұмысы ана сүндетпен ғана шектелінбейді. Ертең сен осы шаңыраққа ие болып қалатын адамсың, иә. Әке, А? ертең қолым бос емес. Ойбай, сөзін тұрын қара, не істейсің ертең? Ертең мен қызбен келісуге барам. Кеттім, әке, ертең қызбен келісуге. Тоқта, бергін. Тұр бұл жерге. Сен қызбен келсем деп қойсың, не анау аяғындағы? Тұрын қара сейшмін. Не анау? Ят емес па қызбен келсем деп қойсың? Енді оң жақ туфлиім су боққа орнына кроссовка киіп алғам. Енді екінші туфли не кимедің? Қызықсыз, әке. Сол екеуін киемін деп жүріп суға түсіп кеттім ғой. Барш, шешенен қаған миды ашпай, бар. Халайық, ұрпағымыз шылымға емес, ғылымға, коньякқа емес, ар-ұятқа, кафеге емес, әкеге жақын болсын. Ыңғайы келсе, әкім болсын, ақын болсын. Кім болса да халқына жақын болсын. Қой, бар, демал болайын, шашар көп. Make it a little faster. Django! Бағыңмын деп барыңды сыйлап, сағындым деп жанымды қинап, жаныммын деп сағымдай ойнап, алдама мені сырласыңмын деп, арман әдемі шын ғашығым деп, аз ғана тегі тыңдашы келіп, арбамай мені. Жүрегімді менің жаралай берме, сұлуларға талай қарамай келгем. Алдайсыңдар бәрің, болмайсың бағым, енді мені жаным сен алдай көрме. Жүрегімді менің жаралай берме, сұлуларға талай қарамай келгем. Алдайсыңдар бәрің, болмайсың бағым, енді мені жаным сен алдай көрме. Тағдырым деп жүрек қалады, ән жырып көкке үдеп барады. Бал ғұмырым сенсіз қараңғы, дей көрме маған, сенсің сыңарым, сенделер жойған сезімнің бағын. Алданып әбден қанса құмарым, сөнбейме арман. Жүрегімді менің жаралай берме, сұлуларға талай қарамай келген. Алдайсыңдар бәрің, болмайсың бағым, енді мені жаным сен алдай көрме. Жүрегімді менің жаралай берме, сұлуларға талай қарамай келген. Алдайсыңдар бәрің, болмайсың бағым, енді мені жаным сен алдай көрме. Жүрегімді менің жаралай берме, сұлуларға талай қарамай келген. Алдайсыңдар бәрің, болмайсың бағым, енді мені жаным
карамай келгем. Алдайсыңдар бәрің, болмайсың бағым. Енді мені жаным, сен алдай көрме. Әуен жан сезімім артуы, жалындаған гүл дәурен, бал күніңе тартуым, бал күніңе тартуым. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше, әнсап келем жеңеше. Аппақ көңілің қардай бар, жанарыңда нұр ойнап, сан қағылған таңдай бар, саған лайық жыр ойлап, саған лайық жыр ойлап. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше, әнсап келем жеңеше. Шыбықтай бұралған, көркіңе жұрт сүйенген, әзіл оспақ құралған, ойын кетпес үйіңнен, ойын кетпес үйіңнен. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше. Тамсандырып жұртымды әнсап келем жеңеше, сарымай мен қорытындай аңсап келем жеңеше, әнсап келем жеңеше. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендей соңғы кезде айтыс екіге бөлінді. Біріншісі жүрсіннің айтысы, екіншісі аламан, яғни айтыс чемпионат. Жақында біз айтыстың 3-ші түрін өткіздік. Бұл айтыстың өзге ерекшелігі, бұл айтыста еркек пен еркек, не болмаса әйел мен әйел айтыспайды. Бұл айтыста тек қана еркек пен әйел, не болмаса әйел мен еркек айтысады. Сондықтан бұл айтыстың аты әйел мен еркек деп аталады. Қазір сіздердің алдарыңызда еркек пен әйел айтысында финалға шығып отырған айтыскер ақындарым шығады. Бұл айтыста талай, құрметті көрермендер, 5-6 бас жарылып, 7-8 домбыра жарылған болатын. Сол себептен де қазір айтыскер ақындарыңыз домбырасыз шығатын болады. Олай болса, құрметті көрермендер, сіздердің құрметтеріңізге ерлердің намысын қорғайтын, мына ескерту айтып кетейін, ерлер жағы еркек ақынын, әйелдер қауымы әйелдер ақынын қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Олай болса, ортаға сахна төріне ерлердің намысын қорғайтын Шапақ ақынды қарсы алайық. Ассалаумалейкум. Мәстап қол. Мынау біз әдеміліктің, сұлулықтың барлығын әйелдер қауымынан іздейді екенбіз. Бұрын барлығы керісінше болатын. Міне,
Намасаңыз қараңыздар міне. Мыстан әйел, жалмауыз әйел бар да, ал Кешіріңіз, мүмкін мыстан кемпір шығар. енді олар да кезінде әйел болды ғой. Сен сөзіме жағаласып отыр, сен өзі еркексің бе, еркек емессің бе? Еркекпін. Еркекпін. Сосын мынау жезтырнақ әйел деген бар да, жезтырнақ еркек деген түпті қиянымен жоқ екен. Міне қалай. Сосын соңғы кездері біз мынау әлемдегі ең сұлу әйел бұл екі қабат әйел деп жүрміз ғой. Демек, әлемдегі ең сұлу еркек бұл сол әйелді екі қабат қылған еркек. Таразының басын тең ұстау керек. Мен мынау бүгін әйелдердің алдында еркектердің намысын қорғайын деп жатырмын. Егер нағыз еркек болсаңыздар, мынау әйелдерінен қорықпасаңыздар енді әрине. Мені мынау қолдап, қолпаштап отырыңыздар. Қолдаудың түрлері шапалақ ұру, ысқыру, көзбен жыпылықтату, сол енді. Бәрекелді, көп рахмет. Шапалақ ұрып қойсаңыздар, шапақ ақын. Ал енді шапақ ақын әйел қоймай барлық айтыскер әйелдердің барлығын жеңіп. Бар енді ондай жарайды. Енді сізге қарсылас таба алмадық деп айтуға мүлдем келмейді. Бар ма не? Әрең дегенде тауып алдық. Кім ол? Сіз үшін ол өте атақты. Өте керемет, өзіңіздің күнде көріп жүрген азаматшаңыз. Мен бе не? Жоқ. Жеңгеміз Ботагөз ханым, қарсы алыңыздар. Құралдақ не дейді? Шық дес, немене көре алмайды деп тұрсың ба? Құдайға шүкір сенен жақсы мен. Немен тығылып тұрсың? Шық дедім ғой саған, шық. Үйде жеңіліп жүрген аз ба? Мына жерге мені айтысуға, ұрысуға шақырыпсың. Жеңілім келіп тұр екен, пожалуйста. Неше қызымыз бар, айтшы. Жеңіліп жүрсіз ғой күнде менен. Неше қызымыз бар? Айт. Бір ұл. Сосын 3 қыз. бір ұл, 3 қыз. 3 айтайын, пожалуйста, жеңілді ме? Күнде өмірде жеңілген аздай, мына жерде жұрттың халықтың алдында өзінше айтысуға шақырып отырсың да, жарайды, жеңілесің қазір, позорың шығады, пожалуйста. Ұйқаспен ұрыс. Қалай? Айтсамыз. Жарайды, айтсақ, сенен қорқайын деп тұрған мен жоқ. Құдайға шүкір, мен осы арада қолдап, қошеметтейтін қыздарым жетеді. Солай ғой қыздар, қайдасыңдар? Ал, көрдің Немене мұнда? Жігіттер жоқ деп тұрсың ба, еркектер? Білмеймін. Еркектер бармыз ғой, я? Пожалуйста. Жақсы, баста очкарик. Сен де очки киесің ғой. Бұл очки емес, бинокль. Баста, сөзге айналдырмай. Ал. Ей, Даридай, ей. Бастайын ба? Баста? Сен бастайсың ғой деме. Жоқ, сен баста. Жарайды. Мен бастайын ба? Ей. Мен бүгін айқасудан тайынбайын. Қатеке айтысуға байындайын. Айғабақ өте сұлу сендей жанға сыйлауға косметика дайындайын. Басқа қызға көз тастап не қылайын, бұралып сен тұрғанда қайындайын. Бәсе? Дәл саған осылай деп айтар едім, қорбандап сен келмесен аюдайын, айқаяхоу, аюдайын. Ал қатырдым. Сен мұна мені аю деп тұрсың ба? Мен аю деп тұрсың ба? Жоқ, аю сен қасын әлде қайда демі. Қазір қыздар саспаңыздар, еркектерді қатырамыз. Қатырыш бір Павлодарда ескерткішпен бүйтіп қатып қалайын. Қатырамыз. Пәле боп мына айтыс бай біліндай, кеше ғана жүрушек тайғылындай, әдемі киінгенің болмаса егер, түрін құрсын, цирктің маймылындай, тура сол мақұлықтай боп кетерең, бір күнге қалсаң егер сәл қырынбай, мен пісірген тамаққа тойып алеп, шақылдама суырдың айғырындай, Ал қыздар қайдасыңдар? Сен анау Не дер екенсің? шикі шала пісірген тамағыңды бұлдап тұрсың ба бұл жерде? Мен ешқашан тамақты шикі пісірмеймін. Мен пісірсем даканса пісірем. Күйгенше. Қатырам мен сені. Не істеп атсың? Қазір енді домбырамды күйлеп алайын. Сен де осы күйлеуің қоймайды екенсің. Тез сөзге айналдырмай баста. Ей, Даридай, алғалы отырмысын байдан сынақ, өтпейді ондай бізге айланшырақ. Ақшасы сотқа құсап үндемеушен жас кезінде сызылып жайған құшақ. Ойпырмай қыз кезінде бәрі жақсы, ал осы жаман қатын қайдан шығады, айқаяхоу, қайдан шығады? Қайдан шығады? Байдан шығады. Өздерің осы көп көрім жақсы қыз келіншектерді бұзатын, бұзып жүрген. Сен бәрін бізден көре берме. Өздерінде де бар ар жағында бұзылғыларың кеп тұрады. Біз тек сол қолдап қолпаштап жүреміз.
Үйленгенше еркектер жаным дейді. Үйленген соң әйелдің жанын жейді. Жібекті түте алмаған жүн қылып ап, енді кеп жамансың деп мәлім дейді. Осынау еркектердің ақылы жоқ, әйтеуір мақалдайтын нақылы көп. Саған тимей Ғани Қасымовқа тигенімде, отырар ем депутаттың қатыны болай. Шіркін сол кезде тие сал керек еді Ғанижанға. Ғани Қасым сені алмайды. Алады, үшігі қалады. Алған күнде де ол адам танымайтындай мас болу керек. Мен сияқты сені алғанда. Сөзге айналдырмай айт дес, айтс. Ей, деп жүрсем өмірдегі жолдас едің, айтқан рахметін солма сенің. Ғани Қасымовқа тигенін мен мына менде ұстамайды қолда сені. Сен оның алғашқа елі болғанын мен бәрібір соңға елі болмас едің, айқай-ахоу, болмас едің. Ол да менің екі-үш күйім болшы еді. Эй, тоқта, продолжение следует. Депутат әкім десе о дейсіңдер, көңілімді қайғыға бөлейсіңдер. Бір еркекке келеді 5 әйелден, еркексіз күніміз жоқ демейсіңдер. Еркек деген дефицит түптің түбі, біздер үшін қалың мал төйлейсіңдер, айқай-ахоу, төйлейсіңдер. Құдай-ау сөзінің түрін қараңыз, мен бұдан құтыла алмай жүрсем, қалың мал төлейсің деп қойды, не хваталы еще. Біз қазір кризис кезінде күрт кеміп кеттік, қызыл кітапқа енетін түріміз бар. Сен төлейді ғой, еркектер. Әрине, сен еркектердің барлығы әйелдерінен қорқып отыр. Шапалақ соқпайды, не көрдің бе? Ұрып атыр ғой, әне. Олар бойдақтар. Ешкімнен қорқпайды ғой. Жақсы. Жер шарын 7 мәрте аралатса, әйелден еркектер аз шамалатса, әйел тауар болғанда еркек ақша, ақша тауар немесе тауар ақша, саусылдаған еркектен пайда бар ма? Біразы қыз-теке боп бара жатса, рас қой? Әндағын сен немене де кетін? Продолжаю. Қатын бастар көшен бас деп тілдейсіңдер, айтқан сөзді құлаққа ілмейсіңдер. Мықты болсан ендеше бала тапшы, білдіруден басқаны білмейсіңдер. Радомның тек сыртынан қайтасыңдар, ал ішіне өмірі кірмейсіңдер, ай-ей-ей-ей. Ол керек болса, көрдің бе? Не дейір екенсің мұған? Біз кіріп не істейміз? Біз сендерді кіргіздіреміз. Құдайға шүкір, біз болмасақ сендерді кірмеуші едіңдер. Енді соны да бұлдайсыңдар ба? Ей, қатеке ашуымды байқа менің, талай мәрте қамшымды байқап едің. Қуансаншы әскерге бармағанға барып қайтсам басқаша айтар едің. Армияға біреу боп кеткенін мен, әскерден екеу болып қайтар едің, айқай-ахоу, екеу болып. Келіспейм андағымен, теріс андағым бар, келіспейм. Сөздерімнің барлығын терістейсің, бәрібір келіспейсің. Армияда түрлі команда бар, лежать деп айғайласа, не істейсің? Өзінше мені әскермен, армиямен, солдатпен қорқып қоясың, а? Жүрміз ғой, солдат түгіл мария құсап. Төркінге бармағала 4 жыл болды. Тиспе мен қайын жұртыма. Қайыншылын өзінен. Ал менен көресіңді көресің ғой, өзінше ел алдында төресің ғой. Ат айналып қазығын табат деген, бұл сөзіме түбінде сенесің ғой. Махаббатың оянып кеш батқанда, иттей боп өзің қайтып келесің ғой, солай ғой қыздар. Еркектер өшті. Қайдағы өшті, тоқта сен. Сен тоқта, қайдағы өшті? Болды, сен мен айсып тұратын уақыт жоқ, кеттім мен. Қайда барасың? Шехризатты көрем. Сен оны көрдің ғой ана жолы? Бірінші көргенде түсінбей қалдым, дұрыстап көрем. Әйелдер деген осы, бір айтқаннан түсінбейді осы. Біз әйелдер жендік қой, еркектерді. Қайдасыңдар, қыздар? Жендік, болды. Сен мен айсып тұратын уақытым жоқ, тамағым кетті. Әйелден шапалақ сұрап атса, саған мұрт өсіріп ап, саған не жоқ? Қатын, кетіп қал ғой. Қатын, сен бар ғой, сен қатынсың. Қатындығынды істеп кеттің ақыры. Әйелді жүргенменен айға балап, бәрібір әйелдігін пайдаланады. Павлодардың еркектері бірігіңдер. Еркек мықты болса әйел қайда барады? Қой енді анан көңіл тауып келейін, кеш батқан. Қатын!
Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas said singing and they swing with that altero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring to that acero, singing a song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and that teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Неменеге теңеу тап деді. Соны түсінбедім, қандай теңеу, немеге теңеу тап деді. Амандасудың соңында айтты ғой, барыңдар теңеу табыңдар деді. Сол табуын тап деді, мен сол таба алмадым. Қалай таба алмадың? Бір нәрсеге болсын таптым өзін. Неменеге деп басекен дұрыстап түсіндіріп айтпайды, неменеге теңеу, қандай теңеу айтпады. Сосын алдында ойландым да, көзге түскен дүниеге теңеу таба салдым. Неменеге таптың сонда? Көз алдына көстен сен кетпейсің, саған теңеу таптым. Сен мені теңедің ба бір нәрсеге? Саған теңеу тап, саған теңеу. Кәне, теңеш деппін ғой, айтшы, кәне, камон. Айтшы. Сен жазира жазық даламыздағы желдей жүйрікпен жүйткіген, болат дулығалы батыр бабаларымыздың солардаймын ба? Найзасындайсың. Қалай найзасындай? Найза деген жіп-жішке ғой? Сен семіріп тұрғанда шамал ғой. Найзаның басында шашақ бар. Сенде де шашақ, ақ шаш бар ғой. Мауын, найзаның басы темір ғой? Сен де кішкентай күнде басын темірі соғал ғой. Мауын, найзаның ұшы өткір. Сенің тілің өткір. Мынауын, найза ұзын болады. Сен сабы сынған найзасың ғой. Андағын жарамайды алмас. Ондарша мен сен бұл жерде теңеп жүрейін, қазір. Сен бар ғой? Уақыт жоқ теңеп отырын. Әншілер хабарлау керек. Қандай әншілерді? Бағана концерттің басында Арман мен Елдос айтты ғой, домбырамен дуэтпен ән айтамыз деп. Қадірменді қонақтар, шанағында шаттығы, ішегінде тәттіні, тиегінде хақтығы бар қос ішекті қуғарағайды серік еткен серілеріміз Арман мен Елдосты қарсы алайық. Кеттіген, мен сен тенеп жүрейін жаққа. Жүр. Ақшашты көрдім апа самайынан, байқадым терең әжім маңдайынан. Жәудіреп жас балаша жаутаңдайсың, сезілер шаршағаның апау жанарыңнан. Жәудіреп жас балаша жаутаңдайсың, сезілер шаршағаның апау жанарыңнан.
Бар мекен мейірлі адам бір өзіңнен Ыстық-ау алақаның тілімденген Анашым әлі күнге көз алдымда Бейнетін біздер үшін апау өзің көрген Анашым әлі күнге көз алдымда Бейнетін біздер үшін апау өзің көрген Не көрмет біздер үшін аяуланам Сонда да түсінбей жүр кейбір балаң Дұшпандар десе десін сыртыңыздан Жеткізген осы күнге апау сенің арқаң Дұшпандар десе десін сыртыңыздан Жеткізген осы күнге апау сенің арқаң Дұшпандар десе десін сыртыңыздан Жеткізген осы күнге апау сенің арқаң Апау сенің арқаң Іздейді адам бақытын аңсағанын Зарғу бар үздіккенін дәнімдер Жапырақтар сағынтып таң самалын Бөлінетін сияқты мұңға күннен Ояуында тіршілікке Құдай-ау бәрі құштар Батар күннің қып-қызыл бояуындай Сағыныш бар, мәңгілік сағыныш бар Аңсағаның іздейді жер бетінде Сағынышқа толады арман әнім Қасіреттің біреуі жер бетінде Сағынатын адамның болмағаны Бұлбұл әнім тыңдашы ояуында Тіршілікке Құдай-ау бәрі құштар Батар күннің қып-қызыл бояуындай Сағыныш бар, мәңгілік сағыныш бар Жұлдыздардай сыңғырлы әрі күшті
Тыңдашы ояуында тіршілікке Құдай-ау бәрі құштар Батар күннің қып-қызыл бояуындай Сағыныш бар, мәңгілік сағыныш бар Бұл әнім тыңдашы ояуында Тіршілікке Құдай-ау бәрі құштар Батар күннің қып-қызыл бояуындай Сағыныш бар, мәңгілік сағыныш бар Тымақтың алып қашып толқынını Тамаша табиғаттың көркі бүгін Арудай ай астында еркелеген Қылығы түнгі ертіс толқынының Түнгі ертіс айдыны Шағылысқан ай нұры Ұмыттырар қайғыны Толқынының жайлыны Түнгі ертіс айдыны Шағылысқан ай нұры Ұмыттырар қайғыны Толқынының жайлыны Шағала көрінетін досыңдайтын Ол да жоқ адамзаттан шошынбайтын Аумайды қос ғашықтан екі жаға Мәңгілік бір-біріне қосылмайтын Түнгі ертіс айдыны Шағылысқан ай нұры Ұмыттырар қайғыны Толқынының жайлыны Түнгі ертіс айдыны Шағылысқан ай нұры Ұмыттырар қайғыны Толқынының
жастық шақ жас күнің. Лекция жайлауы, сессия майданы, бол студент. Қашанда жайдары, таусылма сайраны, бол студент. Намыстың қайрағы, алтынның қаймағы, бол студент. Сөзімнің айғағы, алаштың айбары, бол студент. Сөзімнің айғағы, алаштың айбары, бол студент. Театрда көлгіштер, мет оқиды білгіштер. Жеңіс үшін жасауда спорт факта жігіттер. Аграрка шаруашыл, медресе тәубашыл. Үмітпенен қарайды, бәріне болғасыр. Лекция жайлауы, сессия майданы, бол студент. Қашанда жайдары, таусылма сайраны, бол студент. Намыстың қайрағы, алтынның қаймағы, бол студент. Сөзімнің айғағы, алаштың айбары, бол студент. Сөзімнің айғағы, алаштың айбары, бол студент. Лекция жайлауы, сессия майданы, бол студент. Қашанда жайдары, таусылма сайраны, бол студент. Намыстың қайрағы, алтынның қаймағы, бол студент. Сөзімнің айғағы, алаштың айбары, бол студент. Сөзімнің айғағы, алаштың айбары, бол студент. Қызғалдағым, жүз барғаным, сен іздеп биік таудың бөктеріне. Ізгі арманым, көз болмағым, оралшы күліп қайта көктеміңе. Қызғанамын, сызданады, жүрегім басқа жанға кеткеніңе. Мұз болмағым, ызғар әлі, жаным ау жүрегіңе жетпеді ме? Сені ғана алаймын бақытымның асқарына, қалаймын шоңын атып жаз жаныма. Арайлым тек сені ғана, сенің ғана, жанайын жұлдызың боп аспанымда. Ағайын мойның асыл тастарында, қалаймын тек сені ғана, қалаймын тек сені ғана. Таңғы нұры, жан жылуы, ағынып ұлы болып жанар қаша. Бал шырыны, қалшы күнің, сағыныш ұялатқан жанарғасан. Мәңгілігім, ән жырымның, мәні жоқтығынан нәр алмасаң. Тағдырым ол, сәнді гүлім, жырақта жүрегімнен солар болса.
сені ғана, қалаймын тек сені ғана. Қызғалдақ. Ну погоди, Тоба. Таптың ба? Қолға түскен тауып шықты қой. Сонымен неменеге теңеу табындар дедім, мен әлі түсінбей жүрмін. Шыны керек өзім де түсінген жоқпын. Осы Басекең соңғы кезде неткелі, Неткелі? Жеңешайдан кеткелі. Түсініксіз сөйлейтін болыпты ғой. Теңеу тап дейді. Неменеге теңеу, қандай теңеу түсінбедім. Сөздің қысқасы сен неменеге таптың? Ойландым да Басекең өзіне теңеу таба салдым. Қатырған екенсің. Сен ше? Мен оның өзіне емес, мен оның басына теңеу таптым. Сен де қатырған екенсің. Оның өзімен басының қандай айырмашылығы бар? Мәселелердің бәрі сол бастан басталады ғой. Бас жаққа барыспай. Біздің Басекенің басы мынау ғой. 4 бұрыш па? Жоға. Компьютер еш вирусты қабылдамайтын. Әне, ұзынды қысқалы 2 антоним да келе жатыр. Солардан сұрайық, қандай теңеу тапқан екен. Таптыңдар ма? Сен тура бір мені кен іздеуге кеткендей сұрайсың ғой, таптық. Қандай теңеу таптыңдар? Немеге теңеу таптыңдар? Басекең айтты ғой, табыңдар деп таптық сосын. Таптық, бір роддомнан келген. Түсіндіріп айтсайшы, немеге, қандай теңеу? Неменеге теңеу? Оңғар неге теңеді көз? Мынадан сұрап отыр. Сендермен бірге жұмыс жасайтын болғансыңдар ма? Жоға, бағана уақыт тығыз болғасын оңғарға жаза сал. Бірге жаза салып дегенім ғой. Жігіттер, басқын тапсырмасы анау. Теңеу дайын емес, не істейміз? Бірдеңе ойлап табу керек еді. Жігіттер, менде бір идея бар. Давай, айтшы. Қандай? Давайте барлығымыз былай істейік. Жоқ, былай істейік. Теңеу жоқ қой бізде. Жоқ. Сондықтан Басекемізді өтірік мақтап құтылайық. Иә, дұрыс айтасың. Өтірік мақтап барлық пәледен құтыла саламыз мақтаумен. сөйтейік. Жоқ, жігіттер. Ана гүлдерден бересің. Жоқ, болмайды жігіттер. Білесіңдер ғой, мен шындықты өтірік айта алмаймын. Как раз бір- Сендер өтірік мақтасаңдар өтірік мақтай беріңдер. Мен өзім шындықты айтамын. Сен сондайынды қойшы. Қойшы сондайын сен. Өмір осы біз. Ана жолы шындықты айтам деп барлығымыз 5 жылға сотталып кете жаздадық. Иә, одан да өтірік мақтап құтыла салайық. Құтыла саламыз сөйт. Нем бар сонда? Жарайды, мақтайық. Құтыламыз. Бірақ не, шын мақтап қой жүрмеңдер. Өтірік мақтаймыз. Жігіттер, Басеке. Болды. Басеке келе жатыр. Өтірік мақтап құтыламыз. Өтірік мақтаймыз. Ал сендер қалайсыңдар? Немене өзі? Паросы тұра қалғанбыз ба? Иә. Ал дайынсыңдар ма? Дайын болсақ та, болмасақ та шықтық қой. Ал ендеше дайын болсаны бастаңдар. Мына алтындай уақытын бөліп, күмістей өнерімізді көріп, қоладай қолдарын соғып келіп отырған мына өнерсер халыққа қандай теңеу таптыңдар? Халыққа? Ал Елдос, мына түйе бойына сеніп жылдан құрғалып дейді. Осы сен құрғалмаш, бірінші басташы. Иә, сол басасыншы. Біз біраз ойлана тұрайық. Иә, бойы ұзын, ақылы қысқа ғой. Басеке, мен ұзын деп мақтай бермеңізші. Мақтау демекші, Басеке, сіз мен туған бастығымыз ғой, білесіз ба? Сіз генийсіз ғой, білесіз ба? Сіз ленинсіз ғой. Тұра тұр. Мен Ленин болсам, Ленин кім сонда? Тақыр бас біреу. Нау, Басеке Ленин демекші, концерт бітсін, иә? Иә. Мен сізді Лениннің дәу суретке түсірем де, төргі бөлмедегі атамның дәу суретінің орнына дәу еті біліп қоям. Атаң ренжіп жүрмей ме? Ренжімейтін шығар, марқұм. Жігіттер, олай емес. Басекеңнің Лениндікінде суретін емес, Лениндікінде үлкен ескерткішін жасау. Дұрыс. Ол ескерткішін қаламыздағы аты өмірі өзгермейтін Кутузов көшесіндегі ең әдемі жерге қою керек. Дұрыс. Одан кейін ескерткішінің қасына гүл қою керек. Оңғар. Ал? Гүлді қандай адамдарға қойшы еді? Гүлді қоймау керек. Міне, дұрыс. Гүлді артынан неткеннен кейін барып қою керек қой. Дұрыс. Тұратыңдар, айналыңдар. Сендер маған емес, мына халыққа теңеу тап дедің ғой, сендердің? Сіз де сол халыққа жатасыз ғой. Иә, халық оптым, сіз розница, сондықтан какая разница? Мыналарға дауа жоқ екен. Жарайды, оптым болса, оптым болсын. Ең жоғарғы сорттан болсын. Өнеріңді құрметтейтін мына халық ең бақытты топтан болсын. Демейсіз. Оптым болса, оптым болсын. Ақшалары көптен болсын. Ұрпақтары әлемдегі гениальный топтан болсын. Оптам десек, оптам болсын. Қайғылары жоқтан болсын. Қуаныштан езулері жиылмайтын топтан болсын. Оптым болса, оптым болсын. Үстінде жылы кофтым болсын.
тірлігінді асыратын, бірлігін мол соткім бол. Оптым дейме, оптым дейік. Күнде елде жоқтан жейік. Үйлеріңізден той үзілмей, үлкен торттан жейік. Бәрі бәрі келді. Сонымен оптым болды. Көңіліміз сізге толды. Сөз қысқасы уа халайық қоштасатын Кезде болды. Гүлдері нық, дүниенің талы нық, алма тұтыр көк жасылға малынып, бақшасында бой жеткенді қошаттын, ғашық болған боз баланы халі нық. Гүл қыздар, қызға сөз бар, қыздар келсе көңіл мұздар. Гүл қыздар, қызға сөз бар, қыздар келсе көңіл мұздар. Гүлдер доқ дүниенің талынып, ғашық болған боз баланың халынып. Кенезесі кеберсіген топырақ, әлсін сусырайды жалынып.